жалпы аяқ киіммен тұрып, аяқ киіммен намаз оқуға рұқсат. Егер аяғыңызда нақты нәжіс көрмесеңіз, болды, онымен оқи бересіз. Кейбіреулер мен онымен туалетке кірдім ғой, онымен үйттім ғой, бүйттім ғой деп жатады. Негізі сіз шыққаннан кейін, жүргеннен кейін, сол жүрумен ақ сіздің аяқ киіміңіз тазаланып кетеді. Нақты нәжіс көрмесеңіз, ол аяқ киіммен ешқандай күмәнданбастан тұрып оқи беріңіздер. Тіпті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келіп, я Расулаллах, яһудилер аяқ киімдерін шешіп, құлшылықтарын жасайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи не деді? Сендер аяқ киімдеріңмен намаз оқи беріңдер деді. Сол үшін де сондай бағанағы мысалы жаңбыр жауып тұр, аяғыңыз су болады, қатты ыстық, аяғыңыз күйеді, немесе қыста суықтап қалуыңыз мүмкін. Әсіресе сонда суықтап қалатын жерде аяқ киім шешіп тастап, жалаң аяқ тұрып, носкимен тұрып, цементтің үстінде, қардың үстінде тұрып намаз оқу, енді ол тақуалықтан гөрі кішкене надандыққа көбірек келеді деп ойлаймын өзім. Немесе соқыр тақуалық деп айтуға болады. Шариғат рұқсат беріп тұр саған. Неге сен өзіңді қинайсың? Неге аяқ киіміңді шешіп тұрып намаз оқисың? Ертең суықтайсың содан. Немесе әлгі намазға мен үлгеруім керек деп көшені жауып, машинасын тоқтатып, аварийкасын қосып кете салатындар. Мысалы ол да соқыр тақуалық. Сен қанша адамның қарғысына қаласың, зиян келтіріп жатсың. Одан да дұрыс жерге қой да, үлгерсең оқы, үлгермесең өзің оқы. Бірақ жолды жауып кетіп, мысалы әсіресе жұма күндері. Сен намазың ешкімге міндет емес. Алла тағала діндеріңді маған міндет қылмаңдар деді. Сол сияқты сіз адамдарға дініңізді міндет қылмаңыз. Құлшылығыңыз өзіңіз үшін.